Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Камал Әлпейісованың «Бақыт пен елес» әңгімесінің жалғасын назарларыңызға ұсынамын. Арада бірталай жылдар өтті. Алма-кезек ауысқан жыл мезгілдерімен бірге Айсұлудың отбасында көктемдей шуақты, қыстай қатты, жаз бен күздей мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларының шырқын бұзған жай да бірте-бірте ұмытылған сияқты. Жыл сайын жаңа қызығымен, кездейсоқ сынымен келген өмір ағыны шынақ ұмыттырды ма, әлде ұмытқан сыңай танытты ма, әйтеуір Айсұлу мен қыздары ол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы. Адам қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде Әселдің «Қалай ойлайсыз, істеген жамандығының өзіне қайтып оралғанын біреулер біледі ме екен?» деп сұраулы жүзбен қарағаны болмаса. Айсұлудың асып таспасақ та көштен қалып жатқан жоқпыз, шүкір дегеніне Аружанның не бір күні асып тасқандар туралы да естіп жүрміз деп қалғаны болмаса. Айсұлу қыздарының нені меңзеп айтқандарын әрине түсінбейді емес, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді. Тіпті «Қой, балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе?» деп тоқтау салатын кездері көп. Себебі ұл тапқан әйелімен көңіл жарастыра алмаған Ерденнің ішкілікке салынып, үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап, істі бола жаздағанын, Гүлмираның қайнатасына барып, балаңыздан құтқарыңыз деп жалынғанын бұлар да естігенді. Ал таяуда ұлы кәмелетке толғанда Ерденнің су жаңа шетелдік машина сыйлағанын, баласының оны апта өтпей жатып, өзі әупірімдеп тірі қалғанынан да хабардар болатын. Сондықтан да бір кездері сүйіп қосылған жарының адасып, жора жолдастарының арасында жарқ-жұрқ етіп жүретінін есіл азаматтың сонша құлдырап кеткенін ойлап аяйтын Айсұлу. Анасының қас-қабағын баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермей, оның сезімін құрметтеп, аялап, тірлік етіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп, өзара елбесе, жайма шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңындағы тымық кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон шалған Айжан Ерденнің ұлы мас болып, топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлымен жолығуға жан ұшырап келе жатқан Ерденнің өзі машинасымен аударылып, ауыр халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіліпті. Жедел жәрдем келгенше далада жатып қалып, көп жоғалтыпты қан, деді даусы дірілдеп. Қан табылмай жатыр. Сирек топқа жатады ғой, 4-ші минус ризус фактор. Анализдері дайын болған соң, нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ерден таң ата наркоздан оянғанда қасында Сәбит отыр еді. Қиналғанда да, қуанғанда да жанынан табылатын адал дос Ерден ауруханаға түскеннен бері көкте Аллаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып, күні-түні осында жүрген. Төсегінің қасында ақ халат киіп мүлгіп отырған Сәбитті көргенде Ерденнің есі кіріп, көз алдынан бүкіл оқиға зырылдап өте бастады. Жол, сапырылысқан адамдар мен машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соғысқаны қайда асығып еді. Ұлы ұсталды деп хабарлап еді ғой. Ерден ыңыранды. Сәбит селт етіп мұның бетіне үңілді. Ерденнің көзін ашқанын көріп, жүрегі жарылардай қуанған ол досының ерні жыбырлап жатқанын байқап, құлағын тосты. «Ол», деді тілі икемге әзер келген Ерден сыбырлай сөйлеп.
Әлгінде ғана досы тіршілік белгісін бергендей бойын билеген қуаныш су сепкендей басылды. Сәбит, ұлың бар болсын, деді кейіген үнмен. Өзің өліп қала жаздадың ғой. Іле артықтау кеткенін сезіп, тергеу изоляторында отыр. Адвокат іздеп жатырмыз, деді қысқа-қысқа сөйлеп. Ерден тағы ыңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап қиналып жатқанын түсінді. Бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген титтей де аяушылық сезім жоқ еді. Керісінше, досының басын жыл сайын бір шырғалаңға салатын ұлды қолына түссе, түтіп жіберердей зығырданы қайнап, бірақ онысын Ерденге айта алмай, булығып, тістеніп, іштен тынды. Тексіз неме, деді іштей. Жатырына тартқан деп осындайды айтады екен ғой. Өткен жолы көлік апатына қатысты іс қозғалып, Ерден екеуі ішкі істер басқармасының табалдырығын тоздырып жүргендерінде, бүгінде әжептәуір қызмет атқаратын Ермек бұлқан-талқан болып, Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едіңдер. Шықты әне. Ертең-ақ бүкіл газет шулайды. Бизнесмен Аманбаевтың ұлы істі болды деп. Жеттіңдер армандарыңа деп, әке-шешесіне дүрсе қоя бергеніне куә болған Сәбит. Бүгін өзі де сондағы Ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Нарқоздың күші қайтып, сынған сүйектер сырқырап, жарақаттары жанына батып жатса керек. Ол ыңылдай дем алып үнсіз жатыр. Байқұс досым, деді Сәбит іштей. Ол деп әп-әдемі отбасыңды тастап кетіп ең. Не көрсетті сол ұл? Қасықтап жиған абыройыңды шелектеп төкті. Қасыңда дос қалмады. Туыс та теріс айналып кетті. Енді міне жатырсың, өлім мен тірінің арасында, деп бетімен кеткен ұлды уайымдап. Біршама уақыттан кейін Ерден ыңқылдауын азайтып, дем алысы қалпына келе бастады. Кірпігінің дір-дір етіп, ара-тұра ернін жымқырғаны, демі дірілдей күрсінгені, оны көзі жұмулы болса да, ояу жатқанынан, болған жайды ойша сараптап, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқанынан хабар бергендей. Сәбит, деді бір кезде ап-анық сөйлеп, сен мұнда отырмасаңшы, ана баланы шығару керек. Ермек қайда? Әуелі өзің қалпана кел, сосын ойласамыз ғой, деді Сәбит онша ыңғай бермей. Ерден досына таңырқай қарады. Ойласатын несі бар дейтіндей. Сәбит қитығып үндемеді. Жоғары жақта істейтін інісі Ермектің мені бұл іске қатыстырмаңдар дегенін Ерден қайдан білсін. Шынына келсе, Сәбиттің де абыройсыз іске араласқысы жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы барды. Оның үстіне соңғы күндердің оқиғасы көптің көзін ашып, кімнің кім екенін, өмірдегі шынайы құндылықтың не екенін танытқандай. Соның бәрін Ерденге айтайын десе, өлім аузынан қалған досын аяды. Үндемегені сондықтан. Сәбит, деді тағы да Ерден, сен ана жаққа бар. Не істесе де ол менің балам. Құтқаруымыз керек. Сәбитті ашу қысты. Ерденнің жағдайын ойлап, өзін қанша ұстайын десе де, булыққан сезімі ырық бермей, бір ойын лақ еткізіп ақтара салды. Бала емес ол, бәле, не бетімізбен құтқарамыз? Ол деп төбеңе көтергенде не жақсылығын көрсетті? Айтшы. Ерден жаңа ғана жайбырақат отырған адамның бұрқ ете қалғанын түсінбей аң-таң. Сәбит болса, орындығын жылжытып, тақап келіп, демі дірілдей, ауыр тыныстанып отырды да, досының бетіне төніп, саған операция кім жасағанын білесің бе? Деп сұрады. Ерден, кім? Дегендей сұраулы кейіппен қасын керді. Айжан, 6 сағат бойы. Соны айтқанда,
жан дүниесін астаң-кестең еткен алапат сезімін ірке алмай, Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығып-аптығып сөйлей бастады. Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарландыру бердік. Жан адам шықпады. Сенің қаның сирек топқа жатады ғой. Үмітіміз үзілердей болғанда бір студент қыз өзі іздеп келді деп естідік. Бірден операция жасау бөлмесіне апарып, тікелей қан құйыпты. Жаның соның арқасында қалды. Кейіннен рахмет айтайық деп іздестірсек, білесің бе, кім болып шыққанын? Аружан, деп еңкілдей жылады. Ерденнің өңі құп-қу боп кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық, не айтудың ретін таппай, бірдеңе дейін десе, кезінде осы қыздарын жылатып тастап кеткені көз алдына елестеп, тынысы тарылып, қатты да қалды. Саған айтарым мынау, деді сәлден соң лықсыған сезіміне тоқтау салып, сабырлы қалпына түскен Сәбит, сөзін жалғастырып. Жаның олжа, жол ортасына келгенде, қайдағы бір елеске елтіп, бақытыңды басқа тептің. Сөзін қалта телефонның шырылдағаны бұзды. Айсұлу екен. Оянды ма? Деді ол үрей аралас үнмен. Оянды. Айсұлу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап, ештеңе дей алмады. Сол кезде бағанадан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан Ерден тіл қатты. Айсұлу ма? Иә, Айсұлу. Телефоныңды маған берші. Сәбит досына таңырқай қарап, әуелі телефонның арғы жағындағы Айсұлуға тіл қатты. Ерден сұрап жатыр, сөйлесесің бе? Айсұлу үндемеді. Не ойлап, қандай күй кешкені оның өзіне ғана аян. Ал жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмастай ұзақ болып көрінді. Біраз үнсіздіктен кейін Айсұлу күмілжи тіл қатты. Жоға, сәлем айтасың ғой, қайда жүрсе де аман болсын. Камал Әлпейісова адамдар арасындағы қарым-қатынас, қоғамдағы түйткілді мәселелер турасында батыл үн қата алған, өзіндік стилі қалыптасқан жазушы. Қаламгердің бақыт пен елес әңгімесінің де негізгі тақырыбы осы ауқымды қамтиды. Кез келген ұлттың өзіндік рухани танымы, дәстүр салты, наным сенімдері, қағидаттары болады. Қазақ халқының да өзіне ғана тән құндылығы, танымы бар. Соның бірі ұрпақ жалғастығы ұғымы. Тереңіне бойлап, жікке бөліп айтпасақ та, бұл тақырыптың мән-маңызын әрбіріміз ұғынамыз. Алайда Камал Әлпейісова өз әңгімесінде бұл тақырыпты өзге қырынан танытады. Қаламгер ұрпағымның жалғасы болады деген ұлдың соңынан кетіп, өз отбасына бас кешкен, күңгірт жолға түсіп, шын бақытынан адасқан кейіпкер тағдыры арқылы қоғамға ой тастайды. Сонымен қатар автор әңгімеде адамзатқа кісілік қасиеттен айнымауды, қолындағы бар бақытты қадіріне жетуін насихаттайды.